Біз мемлекеттік қызметкерлердің кәсіподағының ұйымымыз. Біздің 86-дай мың мүшеміз бар. Біздің кәсіподақта осы мемлекеттік қызметкерлер, банкінің қызметкерлері және біз ЦОН дейміз ғой. Қоғамдық қызмет жасайтын қызметкерлердің біздің құрамымызда. Енді жұмыс көп, мәселелер көп. Неге десеңіз, біздің мүшелеріміз, кәсіподақ мүшелері көбінесе офисте жұмыс істейді. Бұрын ерте кезде профсоюз офис, контор қызметкерлерінің кәсіподағы деп аталған кезінде. Сондықтан соған байланысты ең бірінші біз осы жұмысқа кіріскенде ең бірінші мәселе ол жұмыстан кеш қалу. Жұмыста көп жұмыс істеу, нормадан артық жұмыс істеу. Неге десеңіз, басшылар тапсырма береді. Өздері уже үйреніп қалған, көбінесе 10 сағат, 8 емес, 10 сағат, 12 сағат, 14 сағатқа дейін жұмыс істейтіндер бар. Ол әрине дұрыс емес, заңға да қайшы келеді. Сонымен күресе бастадық. Мына мемлекеттік қызмет бойынша агенттікпен бірігіп рейдтер өткіздік. Министрліктердің кабинеттерін аралап, соның ішінде кеш қалған қызметкерлер болса, анықтадық, неге кеш қалып жатыр, кімнің тапсырмасының кесірінен деп айтайық. Неге ол тапсырма сондай өте қысқа мерзімге берілді, мерзімде орындалу керек екен. Сосын уже ол сол тапсырма берген басшылармен әңгімелестік. Неге бұндай ситуацияға қызметкерлерді қарауындағы барып тіреп қойды. Неге десеңіз, ол стресс, біріншіден психологиялық мәселелер. Әрине, 8 емес 10-12 сағат столдан тұрмай жұмыс істегенде әртүрлі кәсіптік аурулар пайда болады. Ол нейрожүйе жағынан да, ол енді қимылдамай отырғаннан да, ол енді компьютерден электроизлучение де болады. Көздің де май бітет дегендей, қазақша айтқанда. Сондай барлық аурулар жиналғанда, біз ол жағынан да біздің кәсіподақ мүшелерімізге көмектесуіміз керек. Санаторияларға жіберіп, спортпен айналыстырып, цифровизация жүріп жатыр. Бір қысқарту, штат қысқарту жұмыстары да болуы мүмкін. Сол кезде бәрі заңды болу керек. Соны біз де бақылап отырамыз. Бақылап, енді жұмыстан қысқарып жатса, оған басшылықпен бірге жұмыс тауып беру, отбасына бір көмектесу, сондай жұмыстар біздің міндетіміз.